Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 146-шы сабақ 2-3 амалмен орындалатын есептер шығару тақырыбы. Бірінші тапсырма. Кестені пайдаланып есептер құрастыр. Саябаққа кіру билеті 500 теңге. Шолу дөңгелегі 300 теңге. Балмұздақ 200 теңге. Барлығы неше теңге? Оны анықтау үшін барлығының бағасын қосамыз. 500 теңге қосу 300 қосу 200. 1000 теңге болады. Жауабы барлығы 1000 теңге. Екінші тапсырма. Сурет бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Бірінші сурет бойынша шырын 125 теңге, 4 шырын неше теңге? Оны анықтау үшін 125-ті 4-ке көбейтеміз. 500 болады. Жауабы 4 шырын 500 теңге тұрады. Ә есебі бойынша кәмпит 136 теңге. 7 кәмпит неше теңге тұрады? 136-ны 7-ге көбейтеміз. 952 болады. Жауабы 7 кәмпит 952 теңге. Б есебі бойынша шоколад 248 теңге. 3 шоколад неше теңге тұрады? Оны анықтау үшін 248-ді 3-ке көбейтеміз. 744 болады. Жауабы 3 шоколад 744 теңге тұрады. Үшінші тапсырма. Сен 700 теңгеге не сатып аласың? Мен 700 теңгеге 240 теңгелік шоколадты сатып аламын. Және 125 теңгелік шоколадты, және 75 теңгелік жүгеріні сатып аламын. 140 теңгелік вафлиді сатып аламын. Және 120 теңгелік шоколадты сатып аламын. Сонда барлығы 700 теңге болады. Төртінші тапсырма. Есептерді шығар. А есебі. Саябақта 436 адам қыдырып жүр. 125 демалушы ер адам. Әйелдер олардан 2 есе артық. Ал қалғаны балалар. Саябақта барлығы неше бала қыдырып жүр? Ең алдымен әйел адамдарды анықтаймыз. Олардың саны ер адамдардан 2 есе артық. 125-ті 2 есе арттырамыз. 250 болады. Бұл әйелдердің саны. Енді балаларды анықтау үшін барлық адамның санынан ер адам мен әйел адамдардың санын азайтамыз. Барлығы 436 адам. Одан азайтамыз. Ер адамдардың саны 125. Әйел адамдардың саны 250. 436 азайту 125-ке 250-ді қосқанда 375 болады. 436-дан 375-ті азайтқанда 61 болады. Жауабы саябақта барлығы 61 бала қыдырып жүр. Ә есебі. Саябақта демалып жүрген балалардың 46-сы балалар қалашығында, ал одан 4 есе көп бала әртүрлі аттракциондарда ойнап жүр. Аттракционда неше бала ойнап жүр? Оны анықтау үшін 46-ны 4 есе арттырамыз. 46 көбейту 4, 184 болады. Жауабы аттракционда 184 бала ойнап жүр. Бесінші тапсырма.
Кесте бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Кіші балмұздақтың бағасы 200 теңге, саны 3 дана, құны белгісіз. Үлкен балмұздақтың бағасы 250 теңге, саны 2 дана, құны белгісіз. Бізге осы барлық балмұздаққа неше теңге төленді, соны анықтау керек. Барлығының құнын анықтау үшін кіші балмұздақ 200 теңге, оны 3 данаға көбейтеміз. Қосамыз, үлкен балмұздақ 250 теңге, 2 дана. 200-ді 3-ке көбейткенде 600 болады. 250-ді 2-ге көбейткенде 500 болады. 600-ге 500-ді қосқанда 1100 болады. Жауабы барлығы 1100 теңге. 6-шы тапсырма. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. 3 автобуста 25 баладан, 5 автобуста 38 баладан. Автобустарда барлығы неше бала бар? Оны анықтау үшін ең алдымен 25 баланы 3 автобуста, яғни 3 есеге арттырамыз. 25 көбейту 3. Оған қосамыз, 38 бала 5 автобуста, яғни оны 5-ке арттырамыз. 38 көбейту 5. 25-ті 3-ке көбейткенде 75 болады. Қосу, 38-ді 5-ке көбейтеміз. 190 болады. Екеуін қосамыз, 265 болады. Жауабы автобустарда барлығы 265 бала бар. А тапсырмасы. Диаграммада саябақта демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр. Бірінші сұрақ: аквапаркте қанша демалушы бар? Міне, аквапарк 160 адам екене. Жауабы 160 адам. Екінші сұрақ: кинотеатрға неше адам барады? Кинотеатрға қараймыз. Міне, 60 адам екене. 60 адам. Келесі сұрақ: саябақта неше адам серуендеді? Саябақта серуендеу. Демек, 80 адам екен. Жауабы 80 адам. Жетінші А есебі. Диаграмма бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Аквапаркке 160 адам барды. Саябақта серуендеуге 80 адам барды. Саябақта серуендеуге қарағанда аквапаркке неше адам артық барды? Оны анықтау үшін 160-тан 80-ді азайтамыз. Тең 80 болады. Жауабы 80 адам артық барды. 8-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Күрделі теңдеу жай теңдеуге айналдырамыз. X бөлу 5-ті жазамыз. 600-ді 6-ға бөліп аламыз. 100 болады. Енді X-ті табамыз. X тең 100 көбейту 5. X тең 500-ге. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 500 бөлу 5 тең 600 бөлу 6. Теңдеудің екі жағы да 100 тең 100-ге. Келесі теңдеуде 105-ті 3-ке көбейтіп аламыз. 315 болады. Қосу X тең 540-қа 62-ні қосамыз. 602 болады.
Енді x-ті табамыз. X тең 602-ден 315-ті азайтамыз. X тең 287 болады. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. Тең 540 қосу 62. Теңдеудің екі жағы да 602 тең 602-ге. Келесі теңдеуде y азайту 98-ді жазамыз. Тең 325-ке 420-ны қосамыз. 745 болады. Y-ті табамыз. Y тең 745 қосу 98 болады. Y тең 843 болады. Y-тің орнына 843-ті қойып, теңдеуді тексереміз. 843 азайту 98 тең 325 қосу 420. Теңдеудің екі жағы да 745 тең 745-ке. Келесі теңдеуде 650 азайту y-ті жазамыз. Тең 65-ті 2-ге көбейтіп аламыз. 130 болады. Енді y-ті табамыз. Y тең 650-ден 130-ды азайтамыз. Y тең 520 болады. Y-тің орнына 520-ны қойып, теңдеуді тексереміз. 650 азайту 520 тең 65 көбейту 2. Теңдеудің екі жағы да 130 тең 130-ға. 9-шы тапсырма. Тотықұс пен торғайдың массасын анықта. Екінші таразыға қараймыз. 2 тотықұс және 200 грамм берілген. Демек, 2 тотықұстың салмағы 200 грамм. Ал бір тотықұсты анықтау үшін 200 граммды 2-ге бөлеміз. Тең 100 грамм болады. Сонда бір тотықұс 100 грамм. Енді торғайдың салмағын анықтау үшін бірінші таразыға қараймыз. Мұнда 350 грамм кіртасы берілген. 350 граммнан азайтамыз 3 тотықұстың салмағын. Ол 3 көбейту 100 болады. Өйткені әр тотықұс 100 граммға тең. Сонда жақша ішінен 300 шығады. 350-ден 300-ді азайтқанда 50 грамм болады. Жауабы: тотықұстың массасы 100 грамм, торғайдың массасы 50 грамм. 10-шы тапсырма. Марат, Айнұр, Гүлжан, Нұрлан және Бекжан саябақта балмұздақ алуға кезекте тұр. Гүлжан мен Бекжан қатар тұрған жоқ. Ал Нұрлан Маратпен де Гүлжанмен де қатар тұрған жоқ. Балалар қандай ретпен тұр? Жауабы: Марат, Бекжан, одан кейін Нұрлан, Айнұр және Гүлжан тұр. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.